Сәлем баршаға. Бүгін сиыр жылы туылған адамдар туралы айтамыз. Қандай адамдар олар? Сырт көзге қарағанда өте сабырлы, салмақты көрінгенмен, душаларында өте сабырсыз, шыдамсыз адамдар. Ол адамдардың, яғни сиыр жылы туылған адамдардың сыртқы келбеті басқаша, жан дүниесі басқаша. Енді соны айтайық. Мысалы, сырт көзге өте сильный, күшті адам болып көрінгенмен, еш нәрседен қорықпайтын болып көрінгенмен, жүректерінде қорқыныш болады. Не жағдай болса, бірінші ой оларға жаман ой келіп тұрады, қорқыныш ой келіп тұрады. Например, бизнес бастайтын кезде болсын, басқа любой тірлік, даже жар таңдаған кезде де бірінші орын жаман ой келіп тұрады, ойына қорқыныш келіп тұрады. Жүректерінде қорқыныш бар да, сырт көзге өте сильный көрінеді. Бірақ көп ойланады, өте уайымшыл адамдар деуге де болады. Көп уайымдай береді, будущийді да уайымдай береді, болып жатқан жағдайды да уайымдай береді. Сондай уайымшылдықтары бар, көп ойланады. Сосын қиялданып армандайтын мінездері бар, көп қиялданады. Жүректері нәзік, ранимый адамдар, өте сезімтал адамдар деуге де болады. Ашуланған кезде өте страшный болып кетеді, өте қорқынышты болып кетеді ашуланған кезде. Сондықтан сиырлардың ашуына тимей қойыңыздар. Жұмысқа келгенде жұмыстарына адал, тиянақты істейді, упорно жұмыс істейді, трудолюбие бар, жұмыстарына адал. Махаббатқа да адал, жақсы көре біледі, өте семейный адамдар деуге де болады. Әрқашан қасында поддержка беріп отыратын, у тебя получится, ты лучший деп мақтап отыратын адамдар қажет сиыр жылғыларға. Неге? Олар өткен мақтағанды жақсы көреді, мақтанғанды да жақсы көреді. Решение қабылдайтын кезде де оларға біреудің өздерінің әйелі болсын, жары деп айтайыншы, жұбайы болсын, күйеуі болсын деген сияқты поддержканы күтеді. Я, давай, істе, мен сенемін деген сияқты сөздерді күтеді. Бұлармен айтысудың қажеті жоқ, жеңе алмайсыздар, өйткені аттан түссе де бұлар егерден түспейді, яғни оңайлықпен берілмейді. Қырсық мінездері бар, яғни упрямые. Ақшаға келгенде өте бережливый, қаттылау, иногда ақшаны өздеріне де қимай қалатын мінездері бар. Тіке сөйлейді, тікесін бетке айта салатын мінездері бар. Тіке сөйлеген туғанына жақпас демекші, сондықтан да көп адамдарға ұнамай қалатын мінездері бар.